Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 3-ші сынып 41, 42, 43, 44-ші жаттығулар 11-ші сабақ. 41-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Тақырыбы ағаш ек. Адам таза ауамен дем алады. Адам демімен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауа да соғұрлым таза болады. Таза ауамен дем алған адамның дені сау, көңілі қош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе ағаш ек деп өсиет айтқан екен. Спандияр Ақаев. Мәтін не туралы екен? Мазмұнын айт. Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіннің түрін және бөліктерін анықта. Мәтін неліктен ағаш ек деп аталған? Қалай ойлайсың? Бабаларымыздың өсиет еткен сөзін көшіріп жазамыз балалар. Ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындайық. Мәтін ағаш егу туралы айтылған балалар. Мәтіннің негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой ауаны тазарту үшін ағаш егу. Үшінші, мәтіннің түрін және бөліктерін анықта дейді. Мәтіннің түрі бұл пайымдау мәтіні. Келесі, мәтін неліктен ағаш ек деп аталған? Қалай ойлайсың дейді. Мәтінде ағаш егу туралы айтылған. Бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жазамыз. Бабамыздың өсиет сөзі өмір жасыңды ұзартқың келсе ағаш ек. Осыны жазамыз балалар. Келесі шығармашылық үзіліс. 42-ші жаттығу. Ұйқасын тауып жаз дейді. Аңмен құсқа қорған, болған қалың орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Авторы Тұрысбек Еділбаев. Жазған өлең бойынша өзіндік ойын тұжырым жаса дейді. Аң мен құсқа қорған болатын бұл орман. Құлпырып көк өсер, құйған сайын нөсер. Яғни нөсер дегеніміз ол жаңбыр балалар. Жаңбыр жауған сайын көк шөптер өседі дейді. Осылай тұжырым жасайды екенбіз балалар. Енді келесі жаттығу. 43-ші жаттығуды орындаймыз. Табиғатты қорғау үшін не істеу керек тақырыбында пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыр дейді. Енді балалар, өзіміз сұрақтар құрастыратын боламыз. Енді балалар, бірінші сұрақ. Табиғатымызды қорғау үшін не істей аламыз? Екінші сұрақ. Қоқыстарды тастауға бола ма? Үшінші сұрақ. Көгалды басып өтуге бола ма? Төртінші. Сенің ойыңша қандай өсімдіктер мен жануарларды қорғау керек? Сабақ түсінікті болса, келесі тапсырманы орындаймыз балалар. 44-ші жаттығу. Сөздерді мағынасына қарай орналастырып, өлеңді оқы. Жерге бай, көлге бай, шалқар. Елім менің айдынды. Өлеңнің мағынасын топта талқыла дейді. Біз былай орналастырамыз балалар. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Елім менің жерге бай деп отырғаны біздің Қазақстан Республикасының жері әлем бойынша 9-шы орында тұрғаны. Осының дәлелі болады балалар. Айдынды шалқар, көлге бай. Біздің жерімізде өзен, көл, теңіздің жетерлік екені туралы айтылған балалар. Біздің Қазақстанымызда теңіз, көл өте көп балалар. Сол туралы айтылған. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сабақ ұнаса лайк басып, достарымызға таратуды ұмытпаңдар балалар. Және тіркелмеген болсаңдар, подписаться кнопкасын басып,
тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Келесі көріскенше сау болыңдар балалар.